Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылмандарым, мына Нұралы Бақытұлы деген ақмақ, надан дүмші имамға мен алдында бірнеше рет қателіктерін тауып беріп, қойсаңшы деп айтқан кезімде мені блокировать етіп тастаған. Бұл ақмақтың надандығы сонша отқа табынып жүрген, тағутқа табынып жүрген, шірк жасап жүрген кәпірлердің бәрін жаннатқа кіргізіп қойған. Енді қазір бұл ақмақ, егер кімде-кім көлікте намаз оқыса, самолетте, машинада не пойызда намаз оқитын болса, ол намаздың рухындарын бәрін толықтай орындамағандықтан үйіне қайтып келгеннен кейін оны намазды қайтадан оқу керек деп шатып отыр. Бұл шайтанның шатпырағы. Сондықтан да мұндай ақмақ надан дүмші мұлларды тыңдамаңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде есектің үстінде, түйенің үстінде сапарда келе жатып намазды оқи берген, одан кейін қайталап оны оқымаған. Сол сияқты хадистерде айтылғандай, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге жаңбыр жауып тұрған кезде түйенің үстінде отырып та фард намаздарды оқи берген. Сондықтан да ешқандай қайталаудың қажеті жоқ. Намаз оқыдыңыз ба, оқыдыңыз, Аллах оны қабыл етеді. Қайда оқысаңыз да, отырып оқысаңыз да, жатып оқысаңыз да. Егер мүмкіндік болса, деніңіз сау болса, тұрып оқу керек. Ал егер жаңағыдай жолда сапарда келе жатсаңыз, еріксіз онда отырып оқисыз.